Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін 4-ші практикалық жұмыс. Тақырыбы Қазақстан территориясында негізгі тектоникалық құрылымдарды зерттеу, тектоникалық аудандастыруды сипаттау. Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау мамандығы студенттеріне арналған. Аймақтық геология және геотектоника пәні және пән жүргізуші геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау кафедрасының оқытушысы Білалова Гүлім Ғалымжанова. Пәннің, яғни осы тақырыптың мақсаты негізгі тектоникалық құрылымдармен танысу, зерделеу, тектоникалық аудандастыруды сипаттау. Практикалық жұмыстың орындалу реті Қазақстан аумағын тектоникалық аудандастыру схемалық картасын сипаттау. Яғни біз екінші зертханалық жұмыста істеген тектоникалық аудандастыру картасына сипаттау жасаймыз, анализ жасаймыз. Тектоникалық аудандастыру картасының көмегімен жердің құрылысын, тарихи қалыптасу уақытын зерделеу, теория жүзінде тақырыпты бекіту. Теориялық шарттары. Қазақстан аумағын тектоникалық аудандастыру. Тектоникалық аудандастыру тарихи геологиялық даму, морфологиялық ерекшеліктермен кешенді геологиялық, геофизикалық және геохимиялық зерделеу негізінде жер қыртысының табиғи учаскелерін бөлу. Бұл әдіс пайдалы қазбаларды орналастыру заңдылығын анықтау үшін пайдаланылады. Металлогениялық зерттеу кезінде мұнай және көмір геологиясында қолданылады. Аумақтық аудандастырудың бірнеше принциптері болады. Осы кезден бастап басты назар тектоникалық құрылымдарына және олардың типтері, тектоникалық жағдайын айтарлықтай өзгерткен геологиялық оқиғалар болатын уақытына бөлінеді. Тектоникалық белсенді жылжымалы геосинклинальдік учаскеден жер қыртысының платформалық учаскесіне ауысу. Қазақстан аумағын тектоникалық аудандастыру әзірше қатпарлықтың аяқталу фазаларының уақытын белгілеу принципі бойынша жүргізіледі. Осы принципке сәйкес республика аумағында келесі құрылымдық элементтер бөлінеді. Яғни сіздер жасап шығу керек карта. Осы тектоникалық аудандастыру батыс бір плитасы, торғай иілімі, Қазақстанның қатпарлар жүйесі, яғни Шығыс Тарбағатай қатпарлы облысы, Көкшетау солтүстік Тянь-Шань қатпарлы облысы қатпарлы жүйелер, яғни Жоңғар Балқаш қатпарлы жүйесі, Ертіс қатпарлы жүйесі, Шығыс Еуропа платформасы, Каспий маңы синеклизасы, Үстірт, Маңғыстау. Яғни түсіне қарай көне платформалар, каледониттер, герциниттер, эпигерциндік плиталар, мезозоиттар болып шектеледі. Қазақстан шектерінде жер қыртысының негізгі тектоникалық элементтері. Қазақстан шектерінде континенттік және жер қыртысының ежелгі платформалардың, фанерозойдың қатпарлы белдеулерінің, эпипалеозой және эпимезозой платформалары және орогендік белдеулердің барлық үш негізгі элементтерінің көріністері болады. Сонымен Қазақстанның батысында орналасқан Каспий маңы синеклизі, шығыс еуропалық, яғни орыс ежелгі платформа көрінісі болып табылады. Мұғалжар, Орал тауларының шығысына қарай орналасқан республиканың негізгі аумағы Орал Моңғол қатпарлы белдеуі құрамында қарастырылады. Бұл кезде республика оңтүстігінде тау жүйелері, Тянь-Шань және Алтай таулары. Жоғарыда атап өтілгендей эпиплатформалық орогениялық белдеу көрінісі болып табылады. Соған жеке тоқталса, Каспий маңы синеклизасы республиканың шеткі батысында орналасқан және өзінің географиялық орны бойынша Каспий маңы ойпаты түсінігіне сәйкес келеді. Синеклизаның батыс, солтүстік батыс және солтүстік бөлігі Ресей Федерациясының аумағында болады. Алайда синеклизаның негізгі бөлігі Қазақстан шектерінде
орналасқан. Синеклиза шекаралары батыста Волгоград флексурасы бойынша, солтүстікте Жданов және Ле флексуралары бойынша, шығыста Орал Мұғалжар герциндік қатпарлы жүйенің батыс шекарасын жиектейтін Сахмар көкпекті тереңдік жарылым бойынша, шығыста оңтүстік Ембі тереңдік жарылым бойынша, оңтүстігінде солтүстік Каспий Астрахань тереңдік жарылым бойынша жүргізіледі. Көкшетау солтүстік Тянь-Шань қатпарлы жүйесі басқалардың арасында ең ірі жүйе болып табылады. Ол Қазақтың қатпарлы облысы құрамына енеді және өзінің шоғырлану уақыты бойынша каледондық түзілімдерге жатады. Жүйе үлкен ауданды қамтиды және республиканың солтүстік шекараларынан бастап оңтүстікке дейін созылады. Серверда жүйенің бетіне шығуы Көкшетауда Кембрлік ортаншы сілемінің солтүстік жиектемесінен басталады. Осы түзілімдердің солтүстіктегі жалғасы батыс Сібір тақтасының оңтүстік шеті болып табылатын ертіс синеклизасының горизонталь жатқан мезозой-кайнозой түзілімдері астына кетеді. Берілген жүйенің батыс шекарасы шартты түрде герцин түзілімдерінің Орал, Мұғалжар шығыңқыларының шығыс жиектемелері бойымен жүргізіледі және республиканың оңтүстік шекараларына дейін тұтастай кіші және үлкен Қаратау жоталарымен қоса оңтүстікке созылады. Осылайша практикалық түрде бүкіл торғай ойысы принципті түрде Көкшетау солтүстік Тянь-Шань қатпарлы жүйесі құрамында қарастырылады. Яғни торғай ойысы жоғары палеозой, мезозой, кайнозой платформалық тысымен жабылған осы жүйенің құрамды бөлігі болып табылады. Келесі Шыңғыс Тарбағатай қатпарлы жүйесі Қазақтың қатпарлы облысының үшінші соңғы өкілі болып табылады. Берілген жүйенің қатпарлы кешендері каледониттарға жатады. Шыңғыс Тарбағатай каледондық қатпарлы жүйесі салыстырмалы түрде жіңішке жолақ түрінде солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай Майқайың және Баянауыл таулары аудандарынан бастап республиканың оңтүстік шығыс шекарасына дейін созылады. Құрылымының оңтүстік шығыс шеті Тарбағатай жоталары арқылы Қытай Халық Республикасының аумағына қарай кетеді. Жүйе өзінің оңтүстік шығыс жиектемесінде Көкшетау солтүстік Тянь-Шань каледониттерімен солтүстікте және Жоңғар Балқаш жүйесінің герциниттерімен орталық және оңтүстік батыс бөлігінде жанасады. Шығыс және солтүстік шығыс бөлігінен оған Зайсан герциндік қатпарлы жүйесінің құрылымдық формациялық аймағы кіреді. Республиканың шет шығысында Алтай, Саян қатпарлы аймағына жататын және каледониттерден құралған жалғыз құрылымдық формациялық аймақ жалаңаштанады. Бұл Халзун-Шу антиклинорий деп аталатын құрылымды қарқынды дислокацияланған Кембрий, Ордовик, Силурдың таза шөгінді түзілімдерінен тұрады. Аймақ шектерінде жоғары протерозой орифелик түзілімдерінің құрамында қарастырылатын метаморфталған тау жыныстарының аздап шығуы көрініс береді. Орал қатпарлы аймағы республикада аумағында жалғыз қатпарлы жүйемен берілген. Ол Мұғалжар қатпарлы жүйесі деп аталады. Мұғалжар таулары жоталары Орал тауларының оңтүстік жалғасы болып табылған. Олар солтүстіктен оңтүстікке субмеридиандық дерлік бағытта созылады және Еуропалық және Азия материктерінің шартты шекарасы болып табылады. Мұғалжар қатпарлы жүйесі батыста Сахмар көкпекті тереңдік жарылымы арқылы Каспий маңы синеклизасының шығыс жиектемесімен шектеседі. Шығыс шекарасы торғай ойысының жоғары палеозой, мезозой, кайнозой түзілімдерімен жабылған батыс жиектеме бойымен өтеді. Солтүстік шекарасы Орал өзенінің кең ағыны алқабымен кесіледі.
Оның сыртында Ресей Федерациясы аумағында орналасқан жеке Орал таулары басталады. Мұғалжар тауларының оңтүстіктегі жалғасы эпипалеозойлық тұран тақтасының мезозой, кайнозой тұсының астына кетеді. Және тек оңтүстік Тянь-Шань шектерінде Өзбекстан аумағында Сұлтан-Уйздак таулары бетінде түбегейлі мұғалжарлық ұқсас кешендер байқалады. Сондықтан мұғалжар қатпарлы жүйесі Орал, оңтүстік Тянь-Шань қатпарлы облысы құрамында да қарастырылады. Мұғалжар қатпарлы жүйесі герциндік құрылымға жатады. Себебі континенттік жер қыртысының шоғырлануы планетаның кеш палеозой даму кезеңінде жүрген. Жоңғар балқаш қатпарлы жүйесі де Қазақтың қатпарлы облысы құрамында қарастырылады. Алайда бұл жүйе герциндік құрылым болып табылады. Оны тұрақтандыру кеш палеозой аяғында болған. Жүйені яғни палеозойдың аяғында тұрақталған, яғни перімде болуы мүмкін. Жүйенің тектоникалық құрылымдары орталық Қазақстанның оңтүстігін және оңтүстік Қазақстанның солтүстік-шығыс бөлігін қамтиды. Жүйе Қазақстанның геологиялық картасында тік бұрышты ромб түрінде ерекшеленеді. Оның ортасында субкеңдік бағытта Балқаш көлінің бассейні созылған. Солтүстіктен батыстан және оңтүстіктен жүйе Көкшетау, солтүстік Тянь-Шань қатпарлы жүйесі каледониттердің шығуымен белдеуленеді. Яғни каледониттің кезеңіне жатқызылады. Шығыстан және солтүстік-шығыстан бастап ол Қазақстан қатпарлы облысының Шыңғыс Тарбағатай жүйесінің каледониттермен шектеседі. Зайсан қатпарлы жүйесі Зайсан қатпарлы облысының құрамында бөлігі болып табылады және оның орта бөлігін құрайды. Жүйенің солтүстік-батыс жалғасы Ресей Федерациясының аумағына, ал оңтүстік-шығысы Қытай Халық Республикасына кетеді. Жүйе қатпарлықтың герциндік фазасының түзілімдеріне жатады. Зайсан жүйесі солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа, яғни Шыңғыс Тарбағатай каледондық жүйесінің шығыс жиектемесі бойымен созылады және соңғысымен тереңдік жарылымдар арқылы шектеседі. Жүйенің шығыс оңтүстік шығыс шекарасы республика шектерінен шығып кетеді. Онда герциндік Зайсан қатпарлы жүйесінің рудалы алтайлық құрылымдық формациялық аймақтар каледондық Алтай-Саян қатпарлы жүйесіне жататын таулы Алтайдың каледониттермен шектеседі. Палеозой аяғында мезозой басында Орал-Моңғол қатпарлы белдеуі аумағында қарқынды тектоникалық белсенділік процестері және олардың кешендерін құрайтын палеозой тау жыныстарының осы белсенділіктен туған деформациясы аяқталады. Бұл шығыс Еуропалық және Сібірдің ежелгі платформаның ұланғайыр және бір тұтас Еуразиаттық континентті біріктірген жас эпигерциндік платформаның пайда болуына алып келді. Енді Қазақстанның барлық дерлік аумағы триастық кезең басында кептірілді. Яғни триастың бас кезінде жауын-шашын жиналудың теңіз жағдайлары арагендік режимде дамитын Маңғыстау жүйесінде шектерінде ғана орын алды. Сондықтан Маңғыстаудың Қаратау және Ақтау жоталарымен берілген Маңғыстау қатпарлы жүйесі әдетте қатпарлықтың кемерилік фазасы нәтижесінде орныққан құрылым ретінде ерекше қарастырылады. Шындығында Маңғыстаудың Қаратау және Ақтауын құрайтын триастық шөгінді түзілімдер қарқынды дислокацияланған. Бұл мұнда тектоникалық белсенділіктің және мезозой дәуіріне жалғасқанын куәландырады. Оның үстіне таулы Маңғыстау құрылымдары тектогенездің альпілік сатысының тектоникалық белсенділігіне қайтадан тартылды. Себебі олар альпілік белсенділіктің жерорта теңізі белдеуінің сызығында орналасқан. Қазақстан шектерінде жас платформаның мезозой, кайнозой сатыларында дамуы кезінде жергілікті түрде ірі құрылымдық элементтер қалыптасады. Оның құрылымдық элемент ретінде қазақ қалқаны және мұғалжар көтерілімін атауға болады. Теріс Тұран тақтасы және Батыс Сібір тақтасының оңтүстік шеті Ертіс маңы синеклизасы.
ертіс маңы жатады. Ертіс маңы синеклизасы және солтүстік торғай республиканың солтүстік шекарасының бойында орналасқан, және солтүстік торғай шығыста қазақ қалқаны мен шығыста мұғалжар көтерілімі арасында орналасады. Осы құрылымдардың мезозой кайнозой тұсының қималарына ұқсас болып келеді. Одан кейін Тұран тақтасы және оңтүстік торғай. Тұран тақтасына Каспий және Арал теңіздерінің арасындағы жазықтық аумақтар, Арал маңы аудандары, Торғай облысының оңтүстік бөлігі, Амудария мен Сырдарияның төменгі ағыстарының аңғарлары енеді. Яғни Үстірт, Қарақұм, Маңғыстау, Дала Маңғыстау. Солтүстік торғай және оңтүстік торғай арасындағы шекара Арал теңізінен солтүстік шығысқа қарай субтереңдікте созылған. Қостанай кезеңі бойынша өткізіледі. Негізгі тектоникалық құрылымдар бұл терең жарықтармен шектелген жер қыртысының үлкен бөліктері. Жер қыртысының құрылымы мен қозғалысын тектоникалық геологиялық ғылымы зерттейді. Геологиялық денелер әртүрлі жастағы және құрамдағы тау жыныстарының типтік формалары әртүрлі аймақтарда қайталанатын және тектоникалық күштермен тұрады. Тектоникалық құрылымдар геологиялық, картографиялық, геофизикалық әдістер, әсіресе сейсмикалық барлау, сондай-ақ бұрғылау арқылы зерттеледі. Тектоникалық құрылымдар құрылымдық формалар ретінде негізінен шағын және орта нысандарды зерттейтін құрылымдық геологиямен және ірі нысандар зерттейтін тектоникамен зерттеледі және жіктеледі. Бірінші тектоникалық бұзылулар немесе дислокация деп аталады. Әртүрлі бүктелген қатпарлы инерциялық және жарылған. Екіншіден қатпарлы аудандардағы антиклинолий мен синклинолийлар, қалқандар, плита, платформадағы бейкратондық түсу шегіндегі антиклиздер, синеклиздер мен авлокогендер, қатпарлы геосинклинальды белдеу арогендер, платформалар, континенттер, мұхит құрлықтың су астындағы белсенді және пассивті шеттері, орта мұхиттық жоталар, мұхиттық плиталар, сондай-ақ континенттердің терең ақаулар, рифттер, трансформациялық ақаулар мен шарияждар болып келеді. Ең үлкен тектоникалық құрылымдар жер қыртысы мен литосфераны қамтуы мүмкін және терең тектоникалық құрылымдар деп аталады. Ең үлкен тектоникалық құрылымдардың олардың маңыздылығы бойынша келесі ретпен орналастыруға болады. Олар яғни суперглобальды құрылымдар оңдағы миллион шаршы шақырым және ұзындығы мыңдаған шақырым болып келеді. Олардың дамуы планета тарихының бүкіл геологиялық кезеңінде жүреді. Жаһандық құрылымдар 10 немесе одан да көп миллион шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Бірнеше мың шақырымға созылады. Олардың өмір сүру уақыты алдыңғы құрылымдармен сәйкес келеді. Үшінші ол субглобальды құрылымдар бірнеше миллион шаршы километрді қамтиды. Олардың ұзындығы мен 1000 километрге немесе одан да көп. Даму уақыты 1 миллиард жылдан асады. Сыну құрылымдарының ішінде ең алдымен орта мұхиттық және континентальды болып бөлінетін рифтер ерекшеленеді. Орта мұхиттық рифтер 64.000 километрден асатын жаһандық жүйені құрайды. Континентальды рифтердің мысалы ретінде планетада ең үлкен Шығыс Африка және Байкалды айтуға болады. Сыну құрылымдарының тағы бір түрі рифтерді перпендикуляр бөлетін трансформациялық бұзылымдар және литосфералық оларға іргелес бөліктердің көлденең сырғуы, жылжуы жүреді. Тектоникалық платформалар туралы біз айттық. Бұл қайталамасы және антиклиздер, іргетас бетінің дөңес пішіні және жіңішке қабатты шөгінді жамылғысы бар. Плиталық учаскелердің ең үлкен құрылымдары болып келеді. Массивтер антиклиздің жоғары бөліктері болып табылады және онда іргетас бетіне шығады немесе төрттік жастағы шөгінді жыныстармен жабылады. Шығыңқы жерлер бұл антиклиз,
массивтердің бөліктері, олар диаметрі 100 километрге дейін іргетастың изометриялық және немесе ұзартылған көтерілімдері болып табылады. Шөгінді қақпақтың аймақтық құрылымдарының ішінде горст, грабен және седловинаны айтуға болады. Седловина олардың бетінің салыстырмалы биіктігі бойынша аралық орындалатын аймақтық түзілімдер. Седловина олардың айналасындағы теріс құрылымдардан жоғары, бірақ айналасындағы оң құрылымдардан төмен тұрады. Таулы қатпарлы аймақта жер қыртысының қуаттылығының күрт өсуімен сипатталса, литосфераның плитаның конвергенция кезінде қалыптасады. Көптеген таулы қатпарлы аймақтар, әсіресе жас аймақтар сейсмикалық жоғарылаумен қарастырылады. Тектоникалық құрылым бойынша қазіргі тау қатпарлы аймақтардың қатпарлы және қатпарлы кесек құрылымдарға бөлуге болады. Қатпарлы массивтер жас, альпілік және ішінара киммериялық қатпарлану кезеңдері тау қатпарлы белдеулерде ұсынылған. Қатпарлы блокты жасарған, қайта түлеген құрылымдар бұрын қалыптасқан және жиі бұзылған қатпарлы жүйелер шегінде тік және көлденең тектоникалық қозғалыстардың жандануы кезінде қалыптасады. Сондықтан қатпарлы блок құрылымы әсіресе палеозой және ежелгі қатпарлану кезеңдеріне тән бүктелген массивтердің рельефі тау жыныстарының иілу конфигурациясына сәйкес келеді. Тау қатпарлы облыстардың ішінде және олардың шеткі аймақтарында тиісінше тауаралық және тау бөліктеріндегі шеттік, озық, май сулар мен ойыстар бөлінеді. Бұл құрылымдардың бетінде мол асты тауларының сыну өнімдері жатыр. Тау бөліктерінің пайда болуы литосфералық плиталардың субдукциясы нәтижесінде пайда болады. Яғни тау бөліктерінде ауытқулар терең теңіз ойықтарының реліктері болып табылады. Яғни сабақ осымен аяқталды. Бұл теориялық жүзінде біз осы сабақты бекітуіміз қажет. Яғни Қазақстан аумағының тектоникалық аудандастыруын сипаттап шықтық. Енді сіздерге соны маған тапсыруларыңыз, яғни осы секілді анық жалпы жеке сипаттап шығуларыңыз талап етіледі. Тектоникалық аудандастыру картасының көмегімен құрылысын тарихи қалыптасу уақытын көрсету талап етіледі. Яғни каледониттер, герциниттердің уақыты қай уақыттарды қамтиды. Яғни біздің территорияны қамтитын өзі 5 кезең. Сол кезеңдердің уақытын жатқа білу талап етіледі. Сонымен сабақ аяқталды.